Патефон бұл граммофонның портативті нұсқасы. Граммофон жазбаларын ойнауға арналған механикалық құрылғы. Граммофоннан айырмашылығы патефон кішкентай және корпусқа салынған. Патефон сөзі екі компоненттен тұрады. Пате, әйгілі француз патефон компаниясы, фон орыс тілінен аударылған дыбыс дегенді білдіреді. Ол кездегі патефондар механикалық болды және серіппе арқылы іске қосылды. Пластинаның бір жағында тыңдау үшін бір зауыт жеткілікті болды. Оның астына саябақтардағы алаңдарда би биледі. Дыбыс жеткілікті қатты болды. Дыбыс деңгейі реттелмеді. Бүкіл құрылғы салыстырмалы түрде жеңіл, ықшам чемоданға орналастырылды. Оны өзімен бірге алып тіпті қолында ұстауға болады. Стационарлық граммофон айырмашылығынан қарағанда. Пластинадан дыбыс ине арқылы алынды. Инені жиі өзгертуге тура келді. Патефон бұл граммофонның портативті нұсқасы. Патефон бұл қысыруда тамыр жайылған портативті граммофонның дұрыс емес атауы. Оның себептері белгісіз. Шын мәнінде тіпті граммофон бұл белгілі бір фирмаларын шығарған дыбыстық шығарылатын құрылғылардың патенттелген атауы. Америкада негізінен граммофондар болған жоқ, бірақ граммофондар, фонографтар, сөйлейтін машиналар және тағы басқалар болды. Өйткені граммофонның әкесі берлинерлермен патенттік соғыстар болды. Ағайынды пат ойлап тапқан және патенттелген нағыз патефон және олардың атымен аталған. Кез келген граммофонның сыртқы түрі емес, жазу әдісімен көлденең емес, терең және сәйкесінше адаптермен ерекшеленеді. Патефондық пластиналарды ойнату кезінде граммофондық болат инеден айырмашылығы бірнеше рет пайдалануға арналған сапфир инесі қолданылды. 3-4 минуттан кейін ауыстыру, яғни грампластиканың бірінші жағын ойнату. Тағы бір нәрсе, патефон тақталары ортасына шетіне дейін, ал граммофон шетіне ортасына дейін ойнайды. Нағыз патефонда граммофон жазбасын тыңдау мүмкін емес және керісінше. Патефон атауы әрине кеңестік мәдениеттің бөлігі болып табылады және Canon, Xerox және тағы басқа маңызды емес барлық көшірмелер үшін Xerox атауы сияқты мүмкін еді. Алғашқы жазбалар деп аталды. Ағылшын тілінен рекорд жазба. Олар қалың өрескел жиегі бар және салмағы жарты килограммға жуық болды. Орыс тілінде ең алғашқы жазба 1897 жылы Ганвертте жасалды. Алғашқы жазбалар не істемеді? Балауыз, целлулоид, каучук, темір және тіпті шоколадтан жасалды. Барлық осы материалдар әдетте жазбаларға жарамайды. Бір әннің дыбыстық ойығының ұзындығы шамамен 1 шақырым болды. Ине бұл жолмен жүріп бара жатқанда ол ойықтың түбіне керемет күшпен 1 шаршы сантиметрге 1 тоннаға жуық қысым жасады. Мұндай қысымға қандай материал төтеп бере алады? Мүмкін болат шығар? Жоқ, ең жақсы болаттан жасалған тақтайшалар шеллакқа қарағанда 20 есе тез тозады. Шеллак, ал бұл не? Үндістанда кішкентай тақтайы бар лақ қатесі. Ол шайырды бөліп шығарады, одан өзі қабық жасайды. Ағылшын қабықша қабық демек шеллак болғаны. Бұл шайырды балқытуға, басқа заттармен араластыруға, қысымға ұшыратуға болатын белгілі болды. Ол әлі де серпімді және бір уақытта қатты болып қалады. Оның жалғыз кемшілігі жоғарғы құны. Пластик көмекке келді. Пластмассан тығыз беті дыбыстық ойықтарды жақындастыруға және тарылтуға мүмкіндік берді. Ұзақ ойнайтын пластина пайда болды. Дискілер магнитофон жазбаларына қарағанда жоғары дыбыс сапасына кепілдік беретін белгілі. Қазір олар диаметрі небәрі 12,5 см болатын. Өте берік жазбаларды шығарады. Бірақ әр жағы 1 сағат бой ойнайды. Олардағы жазбалар өте жинақы. Сондықтан қазіргі заманғы жазбалардың атауы ықшам дискілер. Бұл тақталардың дыбыс ең күрделі электронды құрылғылардың көмегімен жазылады.